Құдай тағала берген екен тілекті, жеткен екен қуана көңілге қазақтың зары таусылды. Алдияр, өзіңе тартар олжам бар. Әкеліңдер. Қай елдіктің заңымен қырам дедің, қазақтың кемпір шалымен бесіктегі баласын. Қазақтан ұрпақ қалдырмасқа ант еткен сұмдығын естідім. Бас соғып қалдырадың ба қаншыр? Әбілқайыр хан, қолымыз бір болған соң, олжаға да ортақпыз. Қолға салам, қондайшыны маған бер. Төй Хайып хан, алдымды орай бердің ау. Орта жүздің олжасы емес пе? Доғар, қондайшының басына төлейтін қызықпай олжаға. Ендігідей қол көтермесе қазаққа қалғауына жазасын берейік. Той бастаңдар, қыздырыңдар думанды. Әкетіңдер. Асып кетті ау Әбілқайыр. Терезесінен екі хан қолға салғанда құлағына дәлмеді. Асып кетті, тасы өрге домалап тұр ғой тегі. Ақырынан қорқам осының. Бүгін қондайшының басына түскен бұғау, ертең басқа мойынға түспесіне кім кепіл? Не дедің Барақ сұлтан? Көзімді аштың ау бір сұмдыққа. Я, олжаның үлкені өзіміздің басымыз болып жүрмесін. Есің барда елің тап. Сонда халық, баламысың есін білмеген. Айықпайға түссектен, өлетіріңді ескермей, неге ойламайсың шара арасында жау барым? Балалығың ба білместік, әлде мінезің бе өзгермес, сүйегіне біткен. Ханием, бір жамандықты естіп келдім. Тағы не болып қалды, Фатима ханым? Сауран сұлтан қол бастап екі ханның артынан шауып кетті. Жет соңынан, Фатима ханым, дереу Сауранды қайтар, күшке сала көрмесін. Құп, ұштым соңынан. Ұзақ болды қазақтың аталасқан пәтуасы. 3 жыл бойы бірге тіккен ханымыз әкелмеді ау татулыққа 3 күндік. Асып кеттің, ойраттан қалған ойранды өзің салдың ау ортаға. Сабыр. Досым болып көлбесіп жүргеніңде қолтығыңда балтаң бар екен білсемші. Сабыр. Өзің екенсің ғой қас жауым. Ашуыңа су сеуіп, сабаңа түсіп сөйлесші. Өзі өртеніп бара жатқанда күйдіруін қарашы сабыр деп. Сабыр қылатын не қалды? Тапа-тал түссін кезінде көшіме дейдің. Бірақ атып кетті. Айып бізден, кешірген ағасы. Кешірген деп сұлуын келісті. Келістірген сынды көре алмайтынымыз ғой Әбілқайыр хан. Хан Самбеке қатарым. Екі ортаға дәнегер, асалы, байсалды сөз дәметіп едім өзіңнен. Қатарым дейсің бе? Енді түсем. Суыт кетіп бара жатыр ең хан. Шырайларын ұқпадым ханем. Қай шырайымыз бар еді келіскен. Ушыққан ел үшін ушықтығыңа барақ, менің мәмілемнің жолын десең, сен пәлеге жолықтың. Мәміле іздеген ағайын хабар салмай көшеме. О заманда бұл заман бір ауылға біреу хан болса, билікті өз еркімен кім беріп еді? Білек қана біріктіре алады бұл халықты. Білектің күшін көре алмай тұрмын ғой сонда да. Басқа жол болса Қанекей, исі бір қазақтың басын қосып ел қыламын деген адамға Қайып хан мен Сәмеке хан қалт-құлт етіп тұрған сәт бір соққыдан қалмайды ханем. Жетер, шатынап тұрған ағайының арасын ажыраттым ғой бір жобада. Қақсап тұрмын ғой ханем. Күштен басқа дауа жоқ. Олардың да ертең ақ терезесі теңелер. Сәт сағатын қамшы берсек, өкінішпен өтеміз. Күшке салар кез емес бұл кезең. Несіне тартынасың ханем? Атымыз қайда? Қан төгістен қаймықпай, бейбіт мақсат мұратқа несіне құлаш сермедік? Рұқсат ет ханем, екеуін де алдына жетектеп әкелейін. Рұқсатым жоқ. Әбілқайыр хан, әттеген ай дегіздің. Жарты жолда жалт берерімді білсемші. Рұқсатың жоқ болса, мен де жоқпын өзінде. Дәп осылай боларын. Жүрегі құрғыр сезбек. Ел шайқалса айналып келіп соғатынын. Қақ ортасынан қазақтың қарамандары ау бір қазық. Дәл бүгінгі екі ханның тірлігі жолын қалдырмады ақыры. Пәтуа, бірлік табылмады ақыры. Дәл кешегі Ақтабан мен Алқакөл елдің басына талай рет түсер жолы бар. Бір мықтының паналамайығына тас төбенен бұлт айырылар түрі жоқ. Ресейге елшілі салар ойым бар. Кімнен пана таппақпын? Жоңғарыңды жорғалады отырған Қытайыңнан қорқам. Жоңғарың қалың қол жинап берсе, біз жер жүзінен жойып кетеміз ақиқат. Мен Әбілқайыр. Қазақ деген халқымның бір баласын басын аман алып қалу үшін ант етемін. Мәңгі жаса қазақ елім. Сіздердің алдарыңызда
Тахауя Ахтановтың ант пьесасы. Тарихқа жүгінсек, дәл осындай алауыздықтан, қолдағы азаттықтан айырылған болатынбыз. Ендігі мақсат ауызбіршілік пен алауыздыққа бой алды